Енді өңірдегі егіс алқабының өнімділігі еселеп артады. Бұған Благовещенский суару арнасының жаңғыруы мен су құбыры жүйесінің салынуы себеп. Жасыратыны жоқ, шаруалар қазірдің өзі атқарылған істің шарапатын көре бастапты. Толығырақ сюжетте. Байрам Ибаев бұған дейін бірнеше жыл бойы пияз егіп кәсібін нәсіп қылған. Биыл елге ұсынар өнімі қарбыз. Маусымдық дақылды күтіп баптап, алқап басынан алысқа ұзамайтын ол бұрындары судан таршылық көргенін жасырмайды. Бірде бар, бірде жоқ боп, кейде тіпті аз көлемді азыққа жаратып жүрген шаруа әдетте 30 тоннаға жетер-жетпес өнім жинапты. Биылғы көрсеткіш көңіл қуантады. Су жүйелі беріліп, түйін тарқаса, пайданы еселеп көруге мүмкіндік бар. Благодаря ей. Осы станцияның арқасында биылғы өнім жақсы шығып жатыр. Бұрын тіпті бұл жақта қарбыз өсірудің өзі қиын еді. Көреміз. Бұл жолы дәл осы қарқынмен жақсы еңбек етіп нәтиже көре алсақ, келесі жылы да тоқтамаймыз. Ең бастысы, ендігіде сумен қиындық болмаса болды. Шыны керек қуаныштымыз. Благовещенск каналындағы жаңа станцияның игілігін мұндағы 86 шаруа қожалығы көріп отыр. Көбі жүгері, жоңышқа, қарбыз егетін шаруалар мұнда атқарылған жалпы жұмыс өнімділікті 2 есе арттыруға сеп болды дейді. Қайнар ауылындағы 3800 гектар суармалы жерді қамтитын бұл су құбыры жүйесінің құрылысы 2023 жылы басталғанын еске салайық. Бүгінде полиэтилен құбырлары толық төселіп, сорғы станциясынан негізгі арнаға дейін су жеткізу сәтті аяқталған. Аван камера, электр желілері мен қосалқы бекеттер де іске қосылыпты. Алдыңғы айдан бастап осы станция жұмысын бастады. 1000 гектар суармалы алқапты осы станциямен суардық. 1,5-2 ай тоқтаусыз жұмыс істеді. Су реттеуге де, бөлуге де өте ыңғайлы болды. Бізде мысалы каждый мотор 300 литр су лақтырады жоғары жаққа. Биылдыққа 2 насос жұмыс істеді, 600 литр су лақтырып отты. Бұл стабильный сумен біз шаруаларға бізге суды бөліп беруге өте жеңіл болды. Атқарылған жұмыстың игілігі ең алдымен Қайнар мен Сарыбұлақ ауылдық округтеріне қарасты диқандардың мәселесін шешті. Мыңдаған гектар алқапты ағын сумен қамтыған станция ендігіде ауданның аграрлық әлеуетін арттыруға сеп болмақ. Мадина Оқа, Серкебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.